Кешкі ауылдың ауасы бөлек еді. Күн ұясына қонып, көкжиекке қызғылт рен төгілген шақта. Ескілеу болса да, тап-таза аулада екі адам үнсіз шай ішіп отыратын. Бірі Серік, бірі Күләш. Екеуінің шаңырақ көтергеніне биыл 15 жылдан асып бара жатқан. Ауыл адамдар оларды сырттай қызғатын. Өйткені бұл үйде ұрыс-керіс жоқ. Байлыққа мастану жоқ. Біреуде күндеу жоқ. Үйдің отағасы Серік аудан орталығында мемлекеттік қызметте істейтін. Сөзі салмақты, ісі ұқыпты азамат еді. Ал Күләш ауыл мектебінде мұғалім болатын. Дауысы жұмсақ, жүрегі кең. Алдына келген баланы бөліп жармайтын жан еді. Сырт көзге бәрі түгін сияқты көрінетін. Төрт түлігі сай болмаса да, дастарханы ортаймайтын. Екеуі де оқыған, көкірегі ояу, елге сыйлы адамдар болатын. Бірақ сол үйдің ішіне кіріп, түнде шам сөніп, екеуі ғана қалғанда көзге көрінбейтін бір мұң төрге шығып отыратын. Ол сәби иісіне деген сағыныш еді. Күләш кейде терезе алдында ұзақ отырып қалатын. Көрші үйдің балалары асыр салып ойнап жүрсе, үнсіз ғана қарап отыра беретін. Серік оның жанарын бірден танитын. Ондайда ештеңе демей жанына келіп отыратында, иығына қолын жай ғана қоятын. Күләш, иә, көңілің түсіп отыр ма? Жоқ, жай ғана. Балалардың күлкісі қандай әдемі еді. Осыдан кейін үнсіздік орнайтын. Бірақ ол үнсіздік бос үнсіздік емес. Екеуінің ішкі зарын бір-біріне айтпай-ақ ұғынатын үнсіздік еді. Ауылда бәрі де бәрін біледі. Біреудің қуанышы да, қайғысы да жасырулы қалмайды. Кейбірі аяқ қарайтын, кейбірі байқамай батырып сөйлейтін. Екеуі қандай жақсы адамдар еді шіркін. Тек бір тияқ бұйырмады. Үйдің шырағы бала ғой. Артында ізбасар қалмаса қиын. Бұл сөздерді Күләш қалай мәрте естіді. Сыртынан жымиып жүрсе де, үйге келіп, жастығына бетін басып злайтын түндері аз болған жоқ. Біреудің жарасына тұз сеппе дегенді білмейтін адамдар көп қой. Кейде адамды таспен емес, сөзбен өлтіреді. Серік болса мұңын сыртқа шығармайтын. Бірақ түнде оянып кетіп, төбеге телміріп жататын сәттері жиілеген. Ол Құдайдан байлық сұрамады, мансап сұрамады. Кек бір перзент сұрады. Өмірде өзіне мұра болатын емес, мейірім беретін. Екеуін әке, ана дейтін бір жанның болғанын қалады. Сабыр ет, Күләш, дейтін ол. Сабыр түбі сары алқын. Қаншаға дейін дейтін кейде Күләш көзін сүртіп. Жыл артынан жыл өтіп барады. Алла кешіктірсе де құр қалдырмайды. Осы сөзді Серік көбіне Күләш үшін айтатын. Бірақ кейде өзі де соған шын сенгісі келіп айтатын, екеуі де іштей білетін. Сол кештердің бірінде Күләш көне сандықтың ішінен кішкентай ғана тоқылған шұлықты алып шықты. Өзі баяғыда жас келін кезіндегі үмітпен тоқыған еді. Ол кезде ертеңі қажет болып қалар деп сақтаған. Содан бері 15 жыл өтсе де, шұлық сол күйі жаңа қалпында жатты. Күләш оны қолына алып ұзақ қарады. Мұны әлі күнге дейін сақтап жүрсің бе? Деді Серік баяу. Тастай алмадым. Неге? Білмеймін. Бір күні есі келетін сияқты. Серік ауыр күрсінді. Сол сәтте оның жүрегін бір өкініш қарып өтті. Өмір бойы жарын қорғап, қуантып жүрсе де, оған ең үлкен бақытты сыйлай алмадым-ау деген өкініш еді. Күләш сол түні тағы да намаздан кейін ұзақ дұға жасады. Қолын жайғанда дауысы дірілдеді. Я Алла, егер бізге перзент бұйырса, оны жақсы адам етіп өсіруге уәде беремін. Тек бір рет ана атансам екен. Адам үмітпен өмір сүреді екен. Үміт өлсе, жүрек те суиды. Күләштің жүрегінде сол үміт әлі сөніп болмаған еді. Көктем биыл ерекше ерте шықты. Қар еріп, жер бусанып, ауыл маңы жасыл түске боялған кезде, Күләштің де көңілінде бұрын соңды болмаған бір әлсіз сәуле пайда болды. Соңғы күндері өзім бір түрлі сезініп жүрген. Шаршап қалады. Тәбеті өзгереді. Кейде себепсіз жүрегі лүпілдеп кетеді. Алғашында мән бермеді. Жас емес қой.
ағзада шаршайды деп ойлады. Бірақ ішкі бір түйсік оған басқа нәрсені сыбырлаттығандай еді. Сол күні сабақтан соң аудан орталығындағы дәрігерге барды. Дәрігер бірнеше тексеруден кейін үнсіз отырды да жымиып: «Күләш апай, қуанышты хабар бар» деді. Күләш селк етіп дәрігерге қарады. Не болды? Сіз аяғыңыз ауыр. Сол сәтте дүниенің үні өшіп қалғандай болды. Күләш дәрігердің ерні қимылдап жатқанын көргенімен келесі сөзін анық ести алмады. Құлағында тек бір ғана сөйлем жаңғырып тұрды: «Сіз аяғыңыз ауыр». «Шын айтасыз ба?» деді ол әрең. «Әрине. Бірақ жасыңызға байланысты абай болу керек. Күтінесіз, сақтанасыз». Мен ана боламын ба?» «Е, Алла қаласа». Күләш сыртқа шыққанда көктемгі күн нұр шашып тұр екен, бірақ оған бүкіл әлем бұрынғысынан да жарық көрінді. Жол бойы жылап келе жатты. Бұл қайғының емес, 15 жылдық тілектің орындалғанының көз жасы еді. Үйге кіргенде Серік дастархан басында қағаз қарап отыр екен. Күләштің түріне қарап, бірден-бір жайсыздық барын аңғарды. «Не болды? Дәрігер не деді?» Күләш үнсіз тұрды. Қолындағы қорытынды қағазын оған созып, көз жасы моншақтай төгілді. «Серік, біз ата-ана боламыз». Серік орнынан атып тұрды. «Не дейсің?» «Менің аяғым ауыр». Қуаныш кейде адамды даусынан айырады екен. Серік бір сәт не істерін білмей тұрып қалды. Сосын барып Күләшті құшақтай алды. Екеуі ортаңғы бөлменің ортасында ұзақ тұрды. Күләш жылап тұр. Серіктің де көзі жасаурап кеткен. «Көрдің бе Күләш? Айттым ғой. Алла кешіктірсе де береді дедім ғой». «Қорқып тұрмын Серік». «Қорқпа. Бұл біздің көптен күткен бақытымыз». Сол күннен бастап олардың өмірі бүтіндей өзгерді. Бұрынғы жайма шуақ үйдің іші енді мазасыз қуанышқа толды. Серік Күләшке ауыр затқа түртпеді. Жолына мұздақ түссе, өзі сүйемелдеп өткізетін. Таң сайын жағдайын сұрайтын. «Не қалайсың? Неге жеріксің?» «Білмеймін. Кейде алмұрт жегім келеді. Тауып әкелем». Серік аудандағы жұмыстан шаршап келсе де, кешке базар жағалап, Күләштің көңілін табатын нәрсе іздеп кететін. Өйткені бұл бала екеуінің де тек сәби емес, өмір бойғы сағынышының өтеуі еді. Күләш те іштей өзгерді. Бойындағы қорқыныш пен үміт арпалысып жатты. Біресе осы қуанышқа жеттім деп көңілі көкке өрлесе, біресе көз тиіп кетпесе екен деп алаңдайтын. Ол мектепте де бұрынғыдан мейірімді бола түсті. Оқушылардың шуын енді басқаша қабылдайтын. Бұрын балаларды жақсы көрсе, енді ол сезім ана жүрегіне айналғандай еді. Ауыл адамдары хабарды естігенде таң қалды. «Ойпырмай, қандай қуаныш! Кешіккенімен келген бала ерекше болады ғой. Көп тілегі көл. Міне, тілектері қабыл болды». Күләшке ақ жаулықты әжелер келіп, ақ батасын берді. Бірі мая келді, бірі құрт ірімшік, бірі аман есен босансын деп шапанын жауып кетті. Ауылдың да ағайынның да қуанышы шын еді, бірақ ең үлкен қуаныш сол үйдің төрінде еді. Түнде Серік пен Күләш болашақ баласына ат іздеп отыратын. Ол болса ше, ол болса Айдос деп қояйық. Неге? Жарық болсын, жанымыздың шуағы болсын. Қыз болса ше, қыз болса да жақсы. Бізге аман болса болды. Күләш кейде ішін сипап отырып сыбырлайтын. Сен бізге жай ғана бала болып келмей жатырсың. Сен біздің өмірімізге жарық болып келдің. Ана болуды ұзақ күткен әйелдің жүрегіндегі мейірім де, қорқыныш та бөлек болады екен. Күләш кейтіндері оянып кетіп, сәбиінің амандығы үшін дұға оқитын. Сонда Серік ұйқылы ояу кейде. «Тағы да уайымдап жатырсың ба?» «Е, уайым жеме. Алланың бергенін адам ала алмайды». Бұл сөз Күләшке жұбаныш болатын. Осылайша көктем өтіп, жаз келді. Жаз артынан күз келді. Әр ай екеуінің үмітінің бір белесі секілдеді. Қыс қытымыр келген сұл еді. Жел олып, ақ қар борап тұрған түнде, Серік аудандық аурухананың дәлізінде ары-бері жүріп мазасыз күй кешті. Қолында тәспі, аузында дұға. Ішкі бөлмеде Күләш толғатып жатқан. Уақыт сынсымай қойғандай. Сағат тілі алға кеткенмен, күткен адамға әр минут бір ғасырға татиды екен. Серік талай жиында, талай ресми отырыста сабырын жоғалтпаған адам еді.
бірақ бүгін тізесі қалтырап тұр. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады, деді медбике. Ол басын изеген болды, бірақ жүрегі кеудесіне сыймай бара жатты. Я Алла, тек аман болса екен. Күләшімде, баламда. Сырттағы боранда басылар емес, бірақ Серіктің ішіндегі дауыл одан да күштеді. Бірнеше сағаттан кейін есік ашылды. Ақ халатты дәрігердің жүзі жылы екен. Құтты болсын әке, ұл бала. Серік сол сәтте не күлерін, не жыларын білмей тұрып қалды. Ұл? Ұл. Анасы да балада аман. Серік көзін жұмып, маңдайын қабырғаға тигізді. Бұл 15 жылдық сағыныштың, дұғаның, сабырдың ақталған сәт еді. Оның жүрегі сол күні бұрын сонды болмаған жеңілдік сезінді. Күләш жатқан палатаға кіргенде, ақ орамалға оралған кішкентай сәбиді көрді. Жүзі қызғылт, алақаны нәзік, кішкентай. Бірақ сол кішкентай жаратылыс екі адамның тұтас өмірін өзгертіп жіберген еді. Күләш шаршаған, бірақ бақыттан жүзі нұрланып жатыр. Көрдің бе? Деді ол уәлсіз дауыспен. Біз де ата-ана болдық. Күләш, Алла бізді құр қалдырмапты. Серік баланың маңдайынан иіскеді. Сәбидің иісі қандай бөлек еді. Сол иіс оның кеудесіндегі мұзды еріткендей болды. Ат қоямыз ба? Деді Күләш. Айдос. Айдос. Осылайша олардың жалғыз ұлы Айдос өмірге келді. Ауылға сүйінші хабар тез жетті. Ертеңінде келіп жатқандар көбейді. Бірі шапан әкелді, бірі күміс қасық, бірі ақ батасын берді. Кешіккен бала қымбат бала, деді бір қария. Көрпеңе қарай көсіл, балана қарай өсір деген. Енді бар мейірімдеріңді осыған беріңдер, деді бірі. Серік пен Күләш айтқанның бәрін жүрегіне тиді. Олар бұл баланы шынымен бар ықыласымен өсіруге бекінді. Айдос өскен сайын үйдің іші бұрынғыдан да думанға толды. Бұрын тып-тыныш тұрған бөлмелер енді баланың жылаған, күлген, былдырлаған үніне толды. Күләш таңға дейін ұйықтамай, әлдилесе де шаршамайтын. Серік жұмыстан келіп, бірден баласын қолын алатын. Менің ұлым, менің шарығым, қолыңды жуыңды ұмытпа, дейтін Күләш әдетінше. Апай, деп күлетін Серік. Айдос олардың кешіккен бақыты ғана емес, екеуінің өмірінің мәніне айналды. Сол бала жөтеліп қалса, екеуі түн ұйқысын 4 бөлетін. Бүгін күнсе, екеуінің күні шуақты болатын. Адам көп күткен нәрсесін қатты аялайды екен. Кейде тіпті шектен тыс еркелетіп жібереді. Бірақ ол кезде мұны екеуі де аңғарған жоқ. Өйткені жалғыз ұлдың әр қылығы тәтті, әр сөзі қызық көрінетін. Күләш баласына алғаш ана деген сөзді үйреткен күнін ұмытпады. Серік болса, Айдостың алғашқы қадамына мәз болып, бүкіл ауылға айтып шықтықты. Менің балам жүріп кетті, деп қуанғанын көргенде, жұрттың бәрі сүйсінді. Жындар осылай сырғып өте берді. Айдос өсті. Оның ойыншығы да, киімі де, тамағы да ең жақсысы болсын деп, оның ойыншығы да, киімі де, тамағы да ең жақсысы болсын деп, ата-анасы барын салды. Қызғанбады, аямады. Жалғыздың жары Құдай дейді ғой. Екеуі де бар мейірімін, бар үмітін жалғыз ұлына байлап қойды. Сол кезде олар әлі білмеген бір шындық бар еді. Шектен тыс аялау кейде баланы адам емес, өзімшілетіп өсіреді. Бірақ оны түсінетін уақыт әлі алда болатын. Айдос 5 жасқа толғанда үйдің иесі сияқты жүретін болды. Бұған ешкім таңданбайтын да. Өйткені ауыл ішінде жалғыз бала ерке болады деген түсінік бар. Серік пен Күләш те оны қалыпты нәрсе санады. Балам ғой, жалғызымыз ғой дейтін Күләш. Еркелігі басылар дейтін Серік. Айдос шынында да сүйкімді бала еді. Үлкен көзді, жүзінен нұр төгілген, тілі ерте шыққан, зерек. Қонақ келсе тақпақ айтып береді. Әкесімен ауданға барса, жұртпен амандасып, бәрін тәнті етеді. Бірақ осы сүйкімділіктің астарында бір мінез байқала бастады. Дегені болмаса жылайтын, өзінікін дұрыс санайтын, бір нәрсеге тыйым салсаң, өкпелеп жер тепкілейтін. Бір күні Күләш көрші үйдің баласына берген кәмпитті Айдос жұлып алды. Бұл менікі, деді ол. Жоқ балам, бөлісу керек, деді Күләш. Жоқ, маған ғана.
Серік мұны көріп тұрды да күліп жіберді. Қойшы, бала ғой. Сол бір бала ғой деген сөз кейін қанша өкінішке себеп боларын олар қайдан білсін. Айдос өскен сайын оның қалауы да көбейді. Базарға барса қымбат ойыншық сұрайды. Алып бермесе жерге жата қалып жылайды. Серік ұялып тұрбақ алып беретін. Жыламасын. Бұлай болмайды ғой дейтін Күләш. Қойшы, жалғызымыздың көңілін қалдырмайық. Сөйтіп, баланың қалауы шекарасыз өсе берді. Мектепке барғанда да Күләш оны ерекше қорғаштады. Өзі мұғалім болған соң, біреу сөз айтып қойса, жүрек ауыратын. Айдос сабақтан бірдеңе ұмытып кетсе, шаршаған шығар деп ақтайтын. Басқа баламен ұрысып қалса, біздің баланы да біреу киісіп жіберген шығар деп ойлайтын. Баланы жастан дейді қазақ. Бірақ кейбір атана сол сөздің салмағын баласы есейгенде ғана түсінеді екен. Айдос жаман бала болып туған жоқ, бірақ ол барлығына өзім қожамын деген оймен өсіп келе жатты. Үйде де солай. Күләш тамақтың өзіне ұнағанын ғана пісіреді. Ұнамаса, басқа ас жасап береді. Серік қаладан киім алып келсе, ұнамай қалса тағы ауыстырады. Айдос біртіндеп, маған бәрі рұқсат деген түсінікпен бой түседі. Бірде ауылға Серіктің ағасы келді. Үйде бәрі дастархан басына жиналған. Айдос телефонға телміріп отыр. Ағасы: «Әй, шырағым, үлкендермен амандассамшы», деді жымиып. Айдос басын көтерместен: «Көріп тұрсыз ғой, отырмын». Үй іші сілтідей тынды. Күләш бірден: «Балам, олай сөйлеме», деді. Айдос қабағын түйіп: «Не болды сонша?» Серік іштей қысылғанымен қонақтың көңілі үшін: «Жарайды, бала ғой», деп өте шықты. Ағасы сыртқа шыққанда Серікке жай ғана: «Бауырым, ертең кеш болады. Баланың еркелігіне бүгін тоқтау салмасаң, ертең өзіме сөз қайтарады», деді. Серік үндемеді. Өйткені жүрегі мойындаса да, санасы мойындағысы келмеді. Ата-ана үшін жалғыз ұлдың мінін көру қиын ғой. Олар Айдостың жақсы жағын ғана көргісі келді. Оның үстіне Айдос сабақтан да жаман оқымады. Зерек болатын, ақылды еді. Сондықтан мінезі кейін түзелер деп ойлады. Бірақ мінез өзінен өзі түзелмейді екен. Тәрбие берілмеген жерге тәкаппарлық тез орнығады. Айдос есейген сайын Серік пен Күләштің бар арманы сол балаға байланып бара жатты. Олар өздері көрмегенді баласы көрсін деді. Өздері бара алмаған жерге ұлы барсын деді. Білім алсын, үлкен адам болсын, ата-анасының жүзін жарқын етсін деді. Серік ұлы үшін аудан орталығынан жақсы мектеп қарастырды. Күләш сабақтан кейін де баласына көмектесіп өзі оқытты. ІБТ деген шыққанда елдің баласынан бұрын өзі уайымдап кетті. Айдосқа репетитор жолдады, кітап әперді, тыныш бөлме дайындады. «Біздің үмітіміз сенде балам», дейтін Күләш. «Оқы шырағым». Білім адамға серік дейтін Серік. Айдос мұның бәрін ата-ананың міндеті сияқты қабылдай бастады. Ол әке шешесінің қанша жаны салып жүргенін толық сезіне алмады. Өйткені ештеңеден таршылық көрмеді. Өзіне керек нәрсенің бәрі дайын тұрды. Мектеп бітіру кешінде Күләш жылаттырды. Олың костюм киіп, азамат болып кеткендей көрді. «Кеше ғана қолыма алып едім», деді сыбырлап. Серік оның сөзін жалғап: «Бүгін бой жетіп, ер жетіп тұр». Айдос жақсы ұпай жинап, қаладағы университетке түсті. Бұл әке шешесі үшін үлкен қуаныш болды. Ауылдастар да сүйінші сұрап келді. «Міне, еңбектің жемісі. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» деген осы. Күләш ұлын қалаға аттандырарда сан рет ескертті. «Балам, үлкенді сыйла, адал бол, ақшаңды үнемде, намысыңды таза ұста, ата-анаңның үмітін ақта». Айдос бәріне басын изеді. «Уайымдамаңыздар». Бірақ ол қалаға кеткен соң баяу-баяу өзгерістер байқала бастады. Алғашқыда хабарласып тұрды, кейін сирей берді. Серік телефон соқса кейде көтермейді. Күләш кешке дейін күтеді. Сабақта шығар, достарымен жүрген шығар. Өздері осылай ақтап алады. Ал Айдос болса қаланың тірлігіне үйреніп келе жатты. Қасында әртүрлі орта, әртүрлі мінез, әртүрлі қызық. Ол бірте-бірте ауылды, қарапайымдылықты, ата-анасының жанкештілігін екінші орынға ысыра бастады. Демалыста ауылға келгенде де бұрынғыдай емес еді. Үйге кіріп, анасына құшақ жайғанымен асығыс. Телефоны қолынан түспейді. Әкесі бірден айтса: «Заман өзгерді папа», деп қысқа қайырады. «Балам, ауылдың да қадірін біл», деді бірде Серік.
Білемін ғой, бірақ мұнда ішім пысады. Іш пысатын жер емес бұл. Бұл сенің үйің. Үй болса, неге бәрі ескіше? Сол сөз Күләштің жүрегіне қадалып түсті. Өйткені бұл үй ескі болғанмен, әр кірпіші маңдай термен қаланған еді. Ол үшін қанша дүниеден тартынғанын Айдос білмейтін. Сол түні Күләш ұзақ ұйықтай алмады. Серік, баламыз өзгеріп бара жатқан жоқ па? Жас қой, қалаға үйреніп жүр. Бірақ сөздері түзелер, ертең жұмысқа тұрады, есейеді. Әке жүрегі үміттен тез ажырай алмайды екен. Серік те сол үмітке сүйенді. Бірақ Күләш ана жүрегімен әлденені ерте сезгендей еді. Қазақ, ол өстіме ияға, қыз өстіме қияға қара дейді. Олдың мінезі жасында білінеді. Сол белгілер көрініп келе жатқан. Бірақ ата-ана оны мойындағысы келмеді. Айдос оқуын бітіріп жұмысқа тұрды. Қалада қалып қойғысы келді. Серік пен Күләш қуанды. Енді баламыз өз орнын тақты деп ойлады. Екеуі енді бір ғана арманға көшті. Ұлдарын үйлендіру. Жақсы жар жолықса, мінезде орнығар деді Күләш. Иә, үйленген еркек жауапкершілікті сезінеді деді Серік. Бірақ тағдыр олар ойлағаннан басқа жол дайындап қойған еді. Айдос 30-ға таяғанда үйленетінін айтты. Бұл хабарды Күләш естігенде бір қуанып, бір толқыды. Жалғыз ұлдың қуанышы ата-ана үшін де үлкен той. Енді шаңыраққа келін түссе, үйдің берекесі артар. Олдың мінезі де жұмсарар деп үміттенді. Кімнің қыз екен? Қалада жұмыс істейді. Аты Жанар. Тәрбиелі ме? Жақсы қыз. Айдос қысқа сөйлейтін. Бұрынғыдай ашылып, ештеңе айтпайтын. Бірақ Күләш тым қазбаламайын деді. Бастысы бақытты болса болды деп өз-өзін жұбатты. Жанарды алғаш көргенде Күләш оны жаман қабылдаған жоқ. Сұлу, жинақы, сөйлегенде сыпайы сияқты көрінді. Бірақ жанарында суықтау бір салқындық бар еді. Ауылға келгенде аса емен жарқын болмады. Үлкендермен амандасты, шай ішті. Бірақ жан дүниесі жақын таққан жоқ. Серік болса, адамды бір көріп бағаламайтын жан. Уақыт керек. Келін деген бірден бауыр баса қоймайды, деді. Той өтті, ағайын жиналды. Ақ дастархан жайылды. Күләштің жүзі бал-бұл жанды. Жалғыз ұлын үйлендірген ананың көңілі қандай болады десеңізші. Келінді босағадан аттатты, бетін ашты. Ақ баталар берілді. Келінім, қарағым, осы шаңыраққа құт болып кел, деді Күләш көзіне жас алып. Жанар жымиған болды. Алғашқы күндері бәрі жақсы сияқты еді. Айдоста көңілді. Күләш келініне қолдан келгенше жылы қабақ танытты. Ұнататын тамағын жасап, артық сөз айтпай жағдайын жасап бақты. Серік те қызың деп сөйлеп, өз баласындай қарады. Бірақ көп ұзамай, үйдің ішіндегі жылылықтың астынан көзге көрінбейтін сыз өте бастады. Жанар қарттарға құрмет көрсетіп жатқандай көрінгенімен, шын көңілден емес еді. Кейде Күләш айтқан нәрсеге іштей жақтырмай қарап қалатын. Серік сөйлесе, үнсіз тыңдаған болып, кейін Айдосқа бірдеңе деп сыбырлап кететін. Бір күні Күләш байқап қалды. Өзі ас үйде жүргенде, бөлме ішінде Жанардың дауысы шықты. Біз осылай ата-енеңмен бірге тұра береміз бе? Әзірше солай ғой. Маған ыңғайсыз. Әр нәрсеге араласа береді. Айдос таусыла жауап бермеді, бірақ қарсы да сөйлемеді. Сол күннен бастап Күләштің көңіліне күдік ұялады. Әйтсе де ол өзіне өзі. Жас келін, бөтен үй, бәріне үйренуі қиын, сабыр қылайын деді. Келін ененің топырағынан деген сөз бар. Келінге қаталдық жемес, мейірін көрсетсең, бір күні жебейді деп сенді. Бірақ Жанар жібімеді. Ол бірте-бірте үйдің иесі сияқты жүре бастады. Ас үйдегі ыдыстың орнын ауыстырды. Күләштің жасап жүрген дағдыларын ұнатпай, сымай бастады. Мұны бұлай істемейді. Қазір ешкім бұлай пісірмейді. Бұл үйдің іші тар екен. Жиһаздар да ескі. Айтқанның жамандық емес. Айту мәнері бататын. Әсіресе Күләшке. Өйткені бұл үйдің әр бұрышы екеуінің жастық шағынан қалған естелік, маңдай тер, үнеммен жиналған дүние еді. Серік бәрін байқап жүрді, бірақ ашық айтпады. Үйдің тыныштығын ойлады. Жаңа түскен келін, қазір айтсам, ұлға да, қызға да ауыр тиеді деп сабыр сақтады. Айдос та өзгеріп бара жатты. Бұрын ата-анасына қысқа жауап берсе де, енді тіпті салқын қабақ танытатын болды. Жанармен оңаша сөйлескеннен кейін мінезі тіпті суып кететін. Бірде кешкі аста Күләш жай ғана.
балам, ертең ауылдағы нағашы атаңның асына барып келсемдерші, деді. Сол кезде Жанар ернін сәл қисайтып, біздің де өз жоспарымыз бар ғой, бәріне үлгеру мүмкін емес, деді. Айдос анасына емес, әйеліне қарады да, я, бара алмаймыз. Күләш үндемей қалды. Бұрын ұлы бара алмаймыз деуші ме еді. Бұрын ол анасының сөзін аттап кетуші ме еді. Жоқ, бірақ сол бір кештен бастап Күләш ішінен ұлым біреудің сөзіне қарап бара жатыр деген қорқынышты анық сезінді. Уақыт өте келе Жанар мен Айдостың бөлек бір әлемге айналып бара жатқанын Серік пен Күләш анық байқады. Бір үйдің ішінде тұрбақ екі жаққа бөлінген тірлік басталды. Ас бөлек емес, бірақ көңіл бөлек. Дастархан ортақ болғанымен ниет ортақ емес. Жанар бұрынғыдан да ашық сөйлей бастады. Күләштің әр ісінен кемшілік табатын болды. Шайды қатты демдепсіз, бөлмені желдетпепсіз. Кірді мына жаққа не келдіңіз? Бұлардың бәрі үлкен мәселе емес әрине. Бірақ күн сайын қайта-қайта айтыла берсе, инеше шаншылады екен. Күләш кейде үнсіз ғана жымиып қоя салатын. Өйткені ол келінмен егескісі келмеді. Ұлымның шаңырағы шайқалмасын деп бәріне төзді. Ал Серік кейде шыдай алмай. Жанар, ананмен сөйлескендей сөйлеме. Бұл кісі сенің де үлкенің дейтін. Сонда Жанар бірден қабағын түйіп, мен ештеңе деген жоқпын ғой. Сіздер бәрін басқаша қабылдайсыздар. Айдос болса, осы сәттерде көбіне әйелінің жағына шығатын. Әке, қазір заман басқа. Әрін сөзді проблема қылмай-ақ қояйықшы. Әке дегені бар, бірақ даусында бұрынғы ізет жоқ еді. Сол кезде Серіктің жүрегі шым ететін. Ол ұлын кішкентай кезінен құшағында көтерген күндерін есіне алатын. Қолына қалам ұстатып, мектепке жетектеп апарғанын, алғашқы костюмын алып бергенін, түнде қызуы көтерілгенде басынан сипап шыққан түндерін ойлайтын. Сондай ұл бүгін өзіне бөтен адамға сөйлеп отыр. Өз балаң өзекке тепсе де кетпейді дейді ғой. Серік ашуын жұтып үндемей қалатын. Күләштің де күйі күннен күнге жүдеп бара жатты. Ол келініне жек көріп қараған жоқ. Қайта іштей, осы қызда бір күні ана болады. Сонда түсінер деп ойлайтын. Бірақ Жанар оны түсінуге асықпады. Бірде Күләш белі ауырып төсектен кештеу тұрды. Сол күні Жанар ашуланып, мен қызметші емеспін ғой, бәрін мен істей беремін бе, деді. Күләш сасып қалды. Қарағым, менің белім, онда біреу келіп қарап тұрсын. Біз де жұмыс істейміз. Жанар, деді Серік қатқыл дауыспен. Бірақ Айдос үндемеді. Міне осы үнсіздік қарттардың жүрегін көбірек ауыртты. Өйткені жаман сөзден көрі өз балаңның ара түспеуі қиын екен. Сол түні Күләш жастығына бетін басып жылады. Мен бұларға артықпын ба, Серік? Ондай сөз айтпа. Өз үйімде өзімді қонақтай сезінем. Сабыр қыл. Қаншаға дейін? Ұлымыз ғой, түзелер. Серік осылай айтса да, өз жүрегінде бір нәрсе сынып бара жатқан сезді. Бұрын балам шаршап жүр, келін үйрен салмай жүр деп ақтаушы еді. Енді ақтауға сөз таппай қалды. Үйдің берекесі бір күнде кетпейді екен. Әуелі сөз кетеді, сосын сый кетеді. Одан кейін жылылық жоғалады. Қарттардың үйінде де дәл солай болды. Бір күні Айдос кешке ашуланып келді. Мен жұмыстан шаршап келем. Үйге тыныштық керек. Ал мұнда күнде бір әңгіме. Біз не дедік саған? Деді Серік байыппен. Әйтеуір бір нәрсе жетпей тұрады осы үйде. Бұл үй саған жетпей тұрған жоқ, балам. Сенің өзің өзгірдің, деді Серік. Айдос әкесіне тік қарап, мен өзгірсем, өмірдің талабы сол шығар. Сол сөзден кейін бөлмеде өлі тыныштық орнады. Күләш сол түні бір нәрсені анық түсінді. Олар көп жыл күткен ұлдарын өсіріп қана қоймапты, сонымен бірге өз жүректерінде соның аяғына төсек қойыпты. Ал сол ұл енді сол жүректі басып өтуге жақын еді. Жылдар сырғып өте берді. Кешегі 50-дің желкесіндегі Серік пен Күләш енді 70-ке де келіп қалды. Күләштің шашы аппақ қыландады. Серіктің қабағына әжім түсті. Бірақ бұлар еңбекпен, сабырмен өтетін жас қой. Екеуі де жасыл қойса да, бір-біріне сүйеу болып келе жатты. Айдос пен Жанардың да өз балалары болмады. Бұл бөлек бір мұң еді. Бірақ сол ішінде олар жұмсарып кеткен жоқ. Қайта шушаң, жүйкесі жұқарған адамдарға айналды. Айдос күн сайын есеппен сөйлейтін болды. Үйдегі шығынды жиі тілге тиек ететін. Тамаққа қанша кетім жатыр? Дәріге тағы ақша керек. Бір үйде адам көп болса, шығын да көп. Бұл сөздердің бәрі
сырттай жалпы айтылғандай көрінеді, бірақ оның астарында қарттарға бағытталған суық ишара барын Серік пен Күләш түсінетін. Серік зейнетке шықса да бос отырмады. Аулаға қарап, ұсақ-түйек шаруаны өз істейтін. Күләш үйдің тірлігінше айналысты. Ешкімге артық салмақ түсірмеуге тырысты. Бірақ жасы келген адам қайбір бұрынғыдай болады. Бір күні бел ауырады, бір күні қан қысымы көтеріледі. Сонда да екеуі ештеңе сұрамайтын. Өз-өздерін күтіп, барынша баласына қол байлау болмауға тырысты. Бірақ кей адамдардың ниеті тарылса, жақсылығында көрінбейді екен. Жанар көрші қолаңға шағынданғандай айтып жүретін болды. Үлкен кісілерге қарау оңай емес. Бізде өз өмірімізді көргіміз келеді. Қазір бәрі бөлек тұрады ғой. Бұл сөздер ақырында Байдостың санасына да сіңді. Ол енді ата-анасын қартайған, өзіне кедергі болатын адамдар ретінде көре бастады. Бір күні кешкі дастархан басында ол алғаш рет ашық айтты. Әке, ана, қазір бәрі қарттар үйіне барып жатады ғой. Онда күтім бар, дәрігер бар. Күләштің қолындағы қасығы дір ете қалды. Не деп отырсың, балам? Мен жай айтып отырмын. Ол жаман жер емес. Біз бармаймыз, деді Серік суық қана. Неге? Өйткені тірі баласы бар адам қарттар үйіне бармайды. Ол ескі түсінік, деді Айдос. Күләштің көзіне жас үйірілді. Балам, біз саған не жамандық жасадық? Мен жамандық деп тұрған жоқпын. Кек бізге де жеңір болсын деймін. Осы сөзден кейін Күләш орнынан тұрып кетті. Оның жүрегі сол сәтте бір уыс болып қысылып қалды. Өмір бойы балам деп өткен ұлынан мұндай сөз естимін деп ойлаған жоқ. Серік ол кеште ештеңе демеді. Бірақ түнімен ұйықтамады. Терезе алдында отырып таңды қарсы алды. Адамның қартайғаны қолының дірінен емес екен. Өз баласынан пана таппай қалған сәтінен басталады екен. Сол қарттар үйі туралы сөзден кейін үй іші тіпті өзгеріп кетті. Бұрынғы салқындық енді ашық шатсынуға ұласты. Айдос ата анасымен ақылдасып емес, бұйырып сөйлейтін болды. Жанар да еш қысылмайтын. Бізге де еркіндік керек. Үй тар. Күнде бір күтім, бір дәрі. Күләш мұның бәрін естіп жүрді. Бірақ бір ауыз қарсы сөз айта алмады. Айтса, ұлымен араздасып қалудан қорықты. Көңілінде әлі де бір үміт бар еді. Бәлкім бір күні ойланар. Бәлкім кешірім сұрар. Бәлкім бәрі түзелер. Ана жүрегі соңына дейін сенгіш келеді екен. Бірақ Серік іштей қатайып бара жатты. Ұлының мінезін енді анық таныды. Соған қарамастан ол да сыртқа сыр бермеді. Себебі ол ашуланса, үй мүлде тозаққа айналарын білді. Бір күні кешке Жанар ашықтан ашық. Аға, апай, ренжімеңіздер. Бірақ біз де адамбыз. Күнде бір қарттың күтімімен жүру қиын. Өзіміздің де өмір сүргіміз келеді, деді. Күләштің жүзі ағарып кетті. Біз сендерден күтім сұрап отырмыз ба? Сұрамасаңыздар да бәрібір мойынға түседі ғой. Айдос үндемеді, тек басын төмен салбыратып отырды. Сол үнсіздік тағы да қарттардың намысын таптады. Егер ұлы, Жанақ тоқта десе ғой. Егер бұлар менің ата-анам десе ғой. Бірақ ол демеді. Сонда Серік ауыр күрсініп. Айдос, мына сөзге не дейсің? Не деймін? Жанар шындықты айтып отыр. Шындық па? Иә. Біз екеумізде жұмыс істейміз. Үйге келсек, тағы сендердің мәселелерін. Бұл да оңай емес. Күләш шыдай алмай жіберді. Біздің мәселеміз сенің арқалығыңнан асқан жоқ, балам. Сен үшін 15 жыл көз жасымызды төккенбіз. Мен сұрап тудым ба? Деді Айдос ашуға булығып. Осы сөз айтылған сәтте бөлме ішіндегі ауада қатып қалғандай болды. Күләш орнында қатып қалды. Аузынан сөз шықпады. Серік орнынан баяу көтерілді. Жүзіндегі сабырдың өзі сынды. Не дедім? Мен сұрап тудым ба дедім. Сендер өздерің өсірдіңдер. Ол ата-ана ретінде міндеттерін. Бұл енді жай сөз емес еді. Бұл ата-ананың жүрегіне қадалған қанжар еді. Айтылған сөз атылған оқ. Оқ кері қайтпайды. Сол сөзде қайтпады. Күләш сол жерде отырып сұлады. Дауысын шығармай, иығы ғана селк-селк етеді. Серік ұлына зақ қарады. Қарап тұрып бір сәтте қатты қартайып кеткендей болды.
Міндетіміз болса, қартайғанда, далаға тастауда сенің міндетім шығар, деді ол. Айдос үндемеді, бірақ жүзінен өкініш те байқалмады. Сол түннен кейін қарттардың ішіндегі бір үлкен үміт өшті. Қыс қайта түсті. Табиғатта суып, үйдің ішіндегі қарым-қатынаста тіпті мұздап кетті. Күләш енді ас үйге де аяғынан дап басатын болды. Жанардың көзіне түсіп қалмайын деп, бәрін тез істеп, тез шегінетін. Айдоста үйге келгенде ата-анасына амандасып жарытпайтын. Сұрасаң қысқа жауап. Кейде мүлде тіл қатпай өтеді. Кешегі әке, ана деп еркелеп өскен бала осылай бөтенге айналды. Бір күні таңертең Жанар есікті қатты жауып, ашулы жүрді. Айдоста біреумен телефонда ұрсып сөйлесіп кірді. Кешке таман дастархан басында ауыр әңгіме басталды. Біз шешім қабылдадық, деді Айдос. Серік қабағын көтеріп қарады. Қандай шешім? Сендер бөлек шығасыңдар. Күләш түсінбей қалды. Қайда? Қайда барсаңдар да өздерін біліңдер. Не қарттар үйіне барасыңдар, не туыстарды жағалайсыңдар. Бірақ бұл үйде енді тұра алмайсыңдар. Күләштің өңі қашып кетті. Балам, не деп отырсың? Бұл сенің әкеңнің үйі ғой. Қазір үй менің атымда. Ол қалай? Деді Серік сұп-суық үнмен. Айдос үндемей құжат салынған папканы үстелге тастады. Баяғыда салыққа, рәсімге керек деп қол қойдырған қағаздардың астарында үйді өз атына өткізу әрекеті жатқанын сол сәтте ғана түсінді. Серіктің жүрегі мұздап кетті. Демек, бәрін алдын ала ойлағансың ғой. Мен ертеңінде ойладым. Біз ше? Сендер де өздеріңді ойлауларың керек еді. Күләш еңіреп жылап жіберді. Қарағым, біз қайда қарамыз? Осы жаста. Ол менің мәселем емес. Осы сөз үй үшін ғана емес. Тағдырдың өзін қағайырғандай болды. Серік Күләшке қарады. Күләштің көз жасы тоқтар емес. Сол сәтте ол бір шешімге келді. Бұдан әрі жалынбайды. Өйткені ата-ана баласына мейірім тілеп еңкейеді, бірақ қорлық көріп еңкеймейді. Жарайды, деді ол ауыр үнмен. Кетеміз. Бірақ бір нәрсені ұмытпа балам. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Маған қарғыс айтпаңыздар. Бұл қарғыс емес, бұл өмірдің заңы. Күләш сол түні сандықтың түбінен баяғы ескі шапанын, орамалдарын, азын-аулақ киімін шығарды. Серік құжаттарын, дәрілерін, бірер сурет альбомын жинады. Бар жиған тергендері 2 қытайский сөмкеге әрең сыйды. Үйдің әр бұрышына қарап, Күләштің жүрегі жылаттырды. Осы үйге келін болып түскені, осы үйде Айдосты тербеткені, мектепке шығарып салғаны, күтіп алғаны, бәрі көз алдынан көшіп өтті. Серік, шынымен кетеміз бе? Иә, бәлкім баламыз тоқтатар. Тоқтататын адам бүгін бұлай сөйлемес еді. Таң ата екеуі үйден шықты. Арттарында өз қолымен салған шаңырақ қалды. Алдыларында қайда барары белгісіз ұзақ жол тұрды. Таң бозарып атқанмен Серік пен Күләштің көңіліне жарық түспеді. Қолдарында ескілеу 2 Қытай сөмке, үстілерінде қалың киім, жүректерінде қорқыныш пен қорлықтың табы бар күйде үнсіз келе жатты. Қақпа сыртында бір сәт аялдап, екеуі де арттарына қарады. Бұл жай ғана үй емес еді. Бұл жастықтарының ізі қалған шаңырақ. Бұл талай түн ұйқысыз өткен, талай арман айтылған, жалғыз ұлдарының алғашқы қадамы түскен қара шаңырақ. Бұл Күләштің бесікке зар болып жылаған жері, кейін сол бесікті әлдилеген үйі. Бұл Серіктің маңдай тері тамған, әр кірпішіне үміт араласқан мекені. Ал бүгін сол үйден екеуі бөтен адамдай қуылып шығып барады. Күләш қақпаның теміріне сүйеніп, ерні дірілдеп. Серік, мүмкін кіріп тағы бір сөйлесейік пе? Мүмкін Айдос райынан қайтар, деді. Серік тоқтады. Біраз уақыт үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана. Күләш, біз енді бұл есікті қақпаймыз. Бала өзі есін жиып, өзі іздеп келмесе, енді жалынбаймыз, деді. Бұл сөзді айту оған да оңай болған жоқ. Өйткені әкенің жүрегі қанша қақ айырылса да, бәрібір баласына қарай тартып тұрады. Бірақ дәл қазір намыс пен қайғы араласып, сол жүректі тас қылып тастаған еді.
Көшеде қар сықырлайды. Қысқы таңның аязы бет қарып тұр. Бірақ қарттардың жанын қарыптаған суық одан да өткіреді. Екеуі аялдама жаққа қарай үнсіз жүрді. Жол бойы бір-біріне көп сөйлемеді. Сөйлессе, іштегі өксік сыртқа шығып кетердей еді. Күләш анда-санда орамалымен көзін сүртіп қояды. Серік сөмкенің бірін өзі, бірін әйеліне көтертпей, екі қолына бөліп алды. «Маған бер, жеңілін мен көтерейін», деді Күләш. «Жоқ, сенің қолың томады». «Онсыз да тоңып тұр ғой». «Қолым емес, жүрегім тоңып тұр, Күләш». Осы сөзден кейін Күләш бұрыла беріп жылады. Дауысын шығармай жылады. Қартайған адамның көз жасы тіпті ауыр болады екен. Өйткені ол әлсіздіктен емес, тым көп көргендіктен төгіледі. Аялдамаға жеткенде 2-3 адам ғана тұр екен. Ешкім бұларға назар салған жоқ. Бірақ Күләшке бәрі қарап тұрғандай көрінді. Мына кісілер не ойлап тұр екен? Баласы қуып шыққанын біліп қойса ше, деген ой жанын жеді. Қазақ үшін қартайғанда бала-шағаның қолында қадірлі отыру үлкен бақыт. Ал сол бақыттан айырылу өлімнен де ауыр қорлық секілді. Жалғыз ағаш орман емес, жалғыз бала қорған емес деген сөз осы сәтте тым ащы естілер еді. «Енді қайда қарамыз?» деді Күләш әлсіз дауыспен. «Алдымен Талғатқа барайық», деді Серік. «Менің немеренім. Қанша дегенмен туыс қой. Жағдайды түсінер». Күләш басын изеді. Бірақ іштей сенімсіз еді. Пуыстында түрі көп. Қуанышыңа ортақ болатындар табылады, ал қайғыңа қасында қалатындар сирек. Автобус келгенше екеуі үнсіз тұрды. Күләш автобус терезесінен сыртқа қарап отырғанда, дәл осы жолмен кезінде Айдосты мектепке, сосын қалаға оқуға шығарып салған несін алды. Сонда жүрегі мақтанышқа толып еді. Бүгін сол жүрек бос қалған үйдей қаңырап тұрғандай. Серік, «Иә, біз бір жерден қателестік пе?» Әр ата-ана баласын жақсы көрем деп қателеседі кейде. Біз де соның бір шығармыз. Оны тым еркелетіп жібердік пе? Мүмкін. Бірақ сол үшін осындай күн көреміз деп кім ойлапты? Күләш терезеден сыртқа қарап отырып, баяу күбірледі. Баланы жастан деген сөзді бекер айтпаған екен. Серік ештеңе демеді. Тек көзін жұмып, басын орындыққа сүйеді. Ол қазір ұлын жек көріп тұрған жоқ еді. Жоқ. Әкенің жүрегі ондайға да бармайды. Ол тек бір нәрсені түсіне алмай отырды. Өмір бойы жанын салып өсірген бала қалайша бір күнде ата-анасына осынша қатал боламады. Қала шетіне жеткенде аспан сұрланып, қайта қар ұша бастады. Бұл күн олардың тағдырына әдейі мұң сеуіп тұрғандай көрінді. Автобустан түскен соң тағы да біраз жаяу жүрді. Ақыры Талғаттың үйіне жетті. Үйі кең, ауласы жинақы, қақпасы биік, іші жылы, тірлігі тәуір екені көрініп тұр. Осыны көрген Күләштің жүрегінде әлсіз үміт оянды. «Бәлкім бізді түсінер. Туыс қой», деді Серік. «Қанша дегенмен қан тақпай қоймайды. Бірақ кейде қаннан да бұрын есеп сөйлейтінін олар әлі білмейтін». Талғат есікті өскті. Серікті көргенде таңырқап қалды. «Ой, аға, бұл не жүріс? Апай, сіз де келдіңіз бе?» деді абыржып. Серік күштеп жымиған болды. «Інім, үйге кіргізсең, аздап сөйлесетін шаруа бар еді». Талғат оларды ішке бастады. Үйдің іші жылы екен. Ас үйден тамақтың иісі шығып тұр. Пештің жаны жып-жылы. Осындай жылы үйге кірген сәтте ғана Күләш денесінің қалай тоңғанын сезді. Аяқ қолы қарысып қалыпты. Талғаттың әйелі Мәриямда сәлден соң шығып амандасты. Алғашында екеуін көріп танданып, жай күйлерін сұрастырып жатты. Бірақ Серік әңгіме тиегін ағытқанда үй ішінің ауасы өзгере бастады. «Айдос бізді үйден шығарып жіберді», деді Серік бірден. «Қазір баратын жеріміз жоқ. 2-3 күн паналатып, еш жеп алайық деп келдік». Талғат үнсіз қалды. Мәриямның қабағы да сәл өзгеріп кетті. «Қалайша шығарып жіберді?» деді Талғат, сенер-сенбесін білмей. «Солай», деді Күләш, жасын тия алмай. «Қарттар үйіне барасыңдар», деді. «Біз келіспедік, сосын үйден қуып шықты». Мәриям күсінген болды, бірақ жанарында аяныштан көрі ыңғайсыздық басым еді. «Қойымызшы, ондай да болады екен-ау. Заманы басқа ғой», деді Талғат басын шайқап. Жастар да өзгеріп кеткен. Бір сәтке үй іші үнсіз қалды. Одан соң Талғат: «Жарайдаға, ренжімеңіз. Әзірше бізде болыңыздар. Не де болса туыс екенбіз», деді. Осы сөз Күләшке жұбаныш болды.
көзіне қайта жас толды. Рахмет қарағым, тек уақытша. Иә, түсінем. Сол күні кешке бұларға дастарқан жайылды, ыстық сорпа берілді. Күләш бірінші қасықты ішкенде-ақ көзінен жас шығып кетті. Бұл тамақтың дәмінен емес, өз үйінен қуылып, енді біреудің төрінде отырмын деген ойдан туған жас еді. Мәриям сырт көзге сыпайы болғанымен, іштей мазасызданып жүргені байқалды. Ол ас үйде күйеуіне сыбырлап, қанша күн болады екен? Білмеймін. Біздің де бала-шаға бар ғой. Не істеймін енді? Қуып шыға алмаймын ғой. Мен қу десем жоқ, бірақ ұзаққа созылмас екен. Күләш осы сөздердің бір шетін естіп қалды. Естісе де естімегендей болды. Өйткені дәл қазір жаралы жүрекке тағы да тіл тигізуге шамасы жоқ еді. Серік болса бәрін түсініп отырды, бірақ сыр бермеді. Туыстың үйі уақытша аялдама ғана екенін іштей сезді. Түнде бөлек бөлермеге төсек салынды. Күләш сол төсекке жатқанда бірден ұйықтай алмады. Бөтен үйдің қабырғасы да, иісі де, тыныштығы да бөлек болады екен. Серік, иә, бізге неге бәрі артық қарайды екен? Өйткені қиындыққа тап болған адам көпке керек болмай қалады. Бірақ біз ешкімге жүк болғымыз келмейді ғой. Оны бәрі түсінбейді. Күләш көзін жұмып жатты, бірақ ұйқы келмеді. Ойына айдос түсе береді. Қазір ұлы не істеп жатыр екен? Шай ішіп отыр ма? Ұйықтап жатыр ма? Әлде бір сәтке болса да ата-анасын ойлады ма? Ана жүрегі тағы да сол жаққа тартып тұрды. Ал Серік теріс қарап үнсіз жатты. Ол бүгін бірінші рет өмірден өз орнын жоғалтқан адамдай сезінді. Мемлекеттік қызметте жүріп талай кісіге көмектесті, талай мәселе шешті. Бірақ өз басына іс түскенде баратын жері жоқ қартқа айналған мойындау тым ауыр еді. Алғашқы күні Талғат пен Мәриям қолдан келгенше жылы қабақ танытқандай болды. Күләш те, Серік те артық мазаламауға тырысты. Таңертең ерте тұрып, төсек орнын жинап, шайға көмектесіп, үй иелеріне салмақ түсірмеуге әрекет етті. Күләш ыдыс жумауға дағдыланған адам емес. Қайта қолымен келгенше жеңілдетейін деп ас үйге кіріп жүрді. Бірақ Мәриямның түрінен соның өзін ұнатпағанын байқайтын. Қойыңыз апай, өзім істеймін дейді. Даусында сыпайылық бар, бірақ астарында киіспей-ақ қойсаңызшы деген салқындық сезіледі. Талғатта алғашқыдай ашық емес. Жұмыстан келіп, қалайсыздар деп сұрағанымен артық әңгімеге жоқ. Көңілінде бір қысылу бар екені көрініп тұрады. Оның да өз отбасы, өз есебі бар. Екінші күні түске қарай үйге Мәриямның сіңлісі келді. Ол қонақ бөлмеде отырып, даусын бәсеңдетпеген күй сөйлеп отырды. Естідім бе Серік аға, мен апайын баласы қуып шығыпты ғой. Ойпырмай, қазіргі балаларда мейірім жоқ. Бірақ өзінде біраз ойланып қарашы. Бірдеңе болмағанда балада битпейді. Күләш ас үй жақта тұрып, осы сөздерді анық естіді. Жүрегі тілім-тілім болды. Өйткені қазақта жамандық көрген адамды жұбатудың орнына кінәні соның өзінен іздеуде бар. Мүмкін келінмен сыйыспаған шығар. Иә, қарт адамдар да болмай емес қой. Күләш орындырына жай ғана отырып қалды. Көзіне жас толды. Ол ешкімге ауыр сөз айтқан емес. Біреудің шаңырағына от салған жоқ. Сонда да жұртқа кінәлі болып көрінетіні жанын ауыртты. Кешке қарай Серікте біртүрлі жүдеп отырды. Ол да бір нәрсені сезіп жүргені анық еді. Күләш, бүгін кешке басқа жаққа шығып көрейік пе? Деді кенет. Қайда? Бәлкім